Бұл видеода балаға қандай ойыншық кітаптар алып керек және керек еместігі туралы айтатын боламын. Бірінші, мынадан бастап көрсете берем. Бұл рисованияға арналған, сурет салуға арналған балаға жақсы қолданды. Жақсы сурет салып, ұзақ отыратын, мысалға акварель кішкентай бар, соны алып беріп қойғам. Өзі сурет салып, мына жерде мысалға мен бір жұмыс жасау қажет болса, менің қасымда сурет салып отыратын. Сосын карандаштар алып беріп қоям, олар менде осылай ойнап ұзақ отыратын. Бір 45 минуттай қасында отыра беретін сурет салып. Бұл жақсы көмегін тигізді. Екінші, мынандай сурет салатындар. Бұны онша қолданған жоқ. Бұны онша беріп қажет емес екен. Мынау да сондай. Бұны 1,5 жасында алып бердім бұларды. Мына екеуі. Онша бұл екеуіне салған жоқ. Рисованияға салды. Екінші мынаны, мынау кардон, цветной бумага. Қалыны бар ішінде, сосын жұқасы бар. Бұны мысалға неге қолдандым? Фигураларды, дөңгелек, 3 бұрыш, 4 бұрыштарды кесіп алып, ақ параққа жабыстырып, точнее өзіне жабыстыртқызып үйреттім. Бұл да көмегін тигізді. Бұнда алып, кез келген фигураны қырқып, ақ параққа жабыстыртқызып, солай фигураның аттарын үйреткізсеңіздер болады. Екінші, осы бумагалардан мындай цифралар жасадым. Цифраны басында жыртып тастай беретін, сосын оны скотчтап қойдым. Сосын бұны мен ойлағам стенаға жабыстырам деп. Бірақ та ол оны осындай коверға қойып, осылайша үстінен жүгіріп, санап үйреніп ойнайтын. Мұны жабыстырып бір жерге қажет емес, өйткені бала қолымен ұстап, солай санап үйренеді. Оны осыдан жасаған болатынмын, көмегін тигізді. Сосын мынау жазуға арналған парағы, бәрін 1,5 жасында алып бердім. Мынау тоже жазуға арналған. Мынандай қажет емес екен мынаны алып, өйткені мыналар ішінде былай алынады. Бұны алып, мынаусын жыртып, сыртын бәрін жыртып, онша ойнаған жоқ бұны. Онша мыналарды көрген жоқ. Мысалға, мынаның ішіндегілерін бәрін жыртып. Бұмен онша ойнамады, оқымады да. Мынау үлкен кітап. Бұл негізі күшті кітап болатын. 3D форматында осылайша ашылып бәрі көрсетіледі. Бұмен де мүлде оқыған жоқ, бұны дым қараған жоқ суретін. Бұндай да әперіп керек емес екен, кейбір жерлерін жыртып тастаған болатын. Бұны кішкентай жасында әперіп қажет емес. Ең жарамды болғаны ол мына кітаптар. Ең көп қолданғанда осы кітаптар, жыртылғанда жоқ бұлар. Мысалға, мынаны тастамай оқитын, көретін. Басында бұны жыртқан, одан кейін жыртпайтын болды. Мынау сказкалардың бәрін түнге қарай айтып беретінмін. Айтып бергенде тек суреттерін қарап, не істеп жатқандарын, қайсы кім екенін, эмоцияларын айтып түсіндіретінмін. Өзі осы кітапты жақсы көретін. Осы кітаптағы барлық фигуранттарды жаттап, түнде осыны өзі әкеп тұратын, оқиым деп, көрем деп. Сосын мынау мүлде жыртылмайтын, қалың кардоннан жасалған. Осы жыртылмай, жақсы көрген, оқыған жарамды кітап осылар болды. Сосын мынаусы тоже қалың кардоннан жасалған. Мынаның ішіндегісін бәрін айтып беретін. Сосын мынау әліппе, қазақша әліппе. Осы да жақсы көмегін тигізді. Қалың кардоннан жасалған. Ішіндегісін бәрін айтып, барлығын жаттап алды. 1,5 жасында алған болатынбыз. Қазір 2 жасқа келді. Бәрісін жаттап алды. Енді алу қажет заттар.
мынандай рисование кажет. Сосын мындай кордонду алсаңыздар болот. Фигуралар жасап бергенге мына онча кажет болгон жок. Анау жазуу жазганга керек болду, но керек эмес, мындай керек эмес үлкен китаптар. Мындай цифралар жасап койсоңуз типти жакшы жаттаганга. Сосын мындай китаптар баганак көрсөткөн. Сосын мындай мозаика алып берген болатын. Бул мозаиканы тым башка ойнаган жок, бузуп сүйтүп тастады. Үлкейген кезинде алып бермесеңиздер, немесе тым жакшы мозаика болатын. Сосын мындай доска. Буну колданды, жазуу жазды. Наяксын бәрін колданган болатын. Кичкентай кезинде осуну 1,5 жашында осуну колданды. Казыр өскөндөн кийин үлкен жер шай ичетін стол, соған бормен жазып, соны колданды. Мынаны үлкейгенден кийин мүлде колданган жок. Оюнчуктардан мына оюнчукпен күчтүү ойнады. Бул торговый центрден эмес, базардан алынган, качествосы жакшы болуп чыкты. 5000 ма алган болатынбыз. Сосын мен өтө көп ойнады. Сосын цветтерди жаттоого көмөгүн тийгизди. Осуларды салып ойнайтын, потом дөңгелетип ойнайтын. Буну узак ойнадым. Үлкөнү болса типти жакшы. Басында биз кичкентайын алып берген болатынбыз. Кичкентай мен онча ойнаган жок. Үлкөнү мен өтө көп ойнады. Сосын конструкторлордун оказывается осындай конструктордун 2-3 түрү бар экен. Мисалга, олар эгерде аралашып кететін болса, мынау салынып турса, мынаган анау экинчи алынганы буган салынбайт. Өйткөнү үлкөн немесе кичи, бирок хотя маркасы да баары де туура осындай болса да, салынатын мынандайлары ар түрлүү үлкөн кичи болуп кетет экен. Оны аралаштырып жиберген кезинде бала сала алмай, ойнагысы келмей калат. Келесі мынандай түрі Қазақстанда жасалған. Бұны мүлде алып қажет емес, өйткені мынаған салу үшін бұның үстінен ұрып отырып салат. Кейбір мына жерлер качествосы нашар, мына жерлерінде артық пластик кетіп қалған, салынған кезінде салынбайды, мүлде бір-біріне жабысса шығарылмайды. Мынандай нәрселері көрініп тұр. Бұның ішінде бір шелекте. Келесі мынандай ойыншықтармен жақсы ойнады. Ашып, кесіп, жабыстырып, көп алып қойсаңыздар жақсы екен. Сосын машинаның мынандай түрлері. Астында моторчикі бар. Жүрген кезінде өзі жүріп кетеді. Осындай түрмен де жақсы ойнады. Качествосы жақсы. Бір 4 штугы 5000 ба тұрады. Потом мен басында мына конструкторды алған кезінде оған былай көрсеткен болатынмын. Дөңгелегін былай аласың, саласың деп көрсеткен болатынмын. 1 жасында примерно. Сосын ол тұрып, барлық машиналардың дөңгелектерін алып бастады. Мынандай машинаны да, мысалға, мынаны алу қиын ғой, бірақ сонда да осыны сындырып алып, ода түсініп қалыптасып қалды. Сол бүкіл машиналарда оказывается алынып салынады екен деп, сондықтан да оны кішкентай кезінде өйтіп алып салып, тағы да басқа заттарды онша көп көрсетіп керек емес екен. Мысалға, мына ойыншықтардың бәрісін дөңгелегін алып тастай берген. Бүкіл қанша машина бар, барлық машинаның дөңгелегін міне осылайша алып тастап, әлі солай алып тастап жүреді. Бала почему-то мынандай машиналармен кішкене азда ойнап, качествосын нашарлау, мынандай пластиковый жеңіл машиналармен көп ойнайды. Қашан қарасам қолында осындай машина жүреді. Ал темір қымбат, есігі бәрі ашылатын, светодиод бәрі жұмыс істейтін машинамен аз ойнайды. Мынандай горканы алған болатынбыз. Бұмен онша көп ойнаған жоқ, бірақ аптасына 2 рет ойнайды. Менде қателескем, мынандай алып қажет емес екен мына жері. Мысалға, мына жерден сырғанаған кезінде мынау ауыртып кішкене ыңғайсыз болады, онша көп сырғанамай қойды. Мынандай жоғын алу қажет екен. Сосын мына жері кеңін алу керек. Бала мына жерден артқа қарай бірнеше рет құлаған болатын. Сосын биіктігі төмендеуін алу керек екен. Бұны торговый центрден емес, барахолкадан алдық. Качествосы жақсы болып шықты.
бірақ та өздеріңіз тексеріп барып алмасаңыздар, маған мына жерде бір тесік сияқтысын шегема бірдемке тиген, кажется, сол бір дыркасымен кетіп қалыпты көрінбейтін жерінде. Осы потом мынаны алдық. Бұмен де бала көп ойнап жүр. Мынаған горкаға қарағанда осымен көп ойнады. Екеуін қателеспесем 70 мыңға алдық. Енді алу керек заты мынандай жоғын, биіктігі кішкентай төмендеуін, мына жері кеңдеуін, сосын ұзындауын, бала тұратын жерін. Потом осындайды ала берсеңіздер болады, ойланбай. Өткен бала азандай ұйқыдан тұрған сайын осымен ойнағысы келіп, осы жерге келеді. Сосын доптың мынандай емес, мынау қаттылау, жұмсақтауын алу қажет. Мынандай сияқтысын или же мынандайын балаға тиген кезінде жұмсақ болып тиетінін алу қажет екен. Мынандайды алып қажет емес екен. Бұны артынан итеріп жүресің, мотор біресе істемей қалады. Өте бір капризный сияқты. Мотор вообще істемей қалған кезде артынан итеріп жүрсең ауырлау. Обойдың осында разноцветный болғаны дұрыс екен. Мына осылай сурет салып, жазу жазып тастаған бүкіл жеріне. Бормен жазған, ручкамен, потом акрильмен бояған. Күшті осылай творчество жасаған. Жазса, бояса, мүлде ұрсып қажет емес. Қытай ретінде қолданғаны міне мынандай кең стол. Осы жерге қалғанша жазып, қалғанша ойнайтын бордың разноцветныйына беріп қойған болатынмын. Күшті ұзақ уақыт отыратын, мен жұмыс істеп жатқан кезінде ойнап, суреттерін салып. Тағы бір айта кететін жайт, бала мультиктан көргенін жасайды екен. Қазақстандық шығарылған мультиктардың жартысынан көбі баланың психологиясына кері әсерін тигізеді. Келесі видеода қандай мультиктар қарау қажеттігін айтатын боламын. Және бала психологиясын түсіну үшін аналарға қандай кітаптар оқу қажеттілігін де айтатын боламын. Каналға подписация етіп алыңыз. Комментарийға сіздерге қандай ойыншық пайдалы болғанын жазып кетіңіз.